Қайырлы күн, Шымкент қаласының тұрғындары. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан халқына жолдауында әрбір отбасы еліміз пайдаланып жатқан ұлттық байлықтың игілігін көру керек деген болатын. Осы орайда 2024 жылдың 1 ақпанынан бастап ұлттық қор балаларға жобасы қолданысқа енді. Дәл қазір біз Шымкент қаласы филиалының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ресми өкілінен ақпарат алатын боламыз. Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Исабаев Абдымұрат. Мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Шымкент қаласындағы филиалының директорының орынбасары болып табыламын. Барлықтарыңызға белгілі 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекет басшысы бастамашылық еткен ұлттық қор балаларға жобасын іске асыру басталды. Яғни бұл дегеніміз Қазақстан Республикасының кәмелетке толмаған барлық азаматтарына жыл сайын есепті жылдың алдыңғы 18 жылдағы орташа алынған Қазақстан Республикасы ұлттық қорының инвестициялық табысының 50% есептелінетін болады. Сондай-ақ жыл сайын осы сомаға инвестициялық кіріс есептеледі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жоба операторы ретінде айқындалды. Яғни бұның міндеті нысаналы талаптарды, нысаналы активтерді, нысаналы жинақтау шоттарындағы нысаналы жинақтарды есепке алу, нысаналы жинақтарды төлеуді жүзеге асыру болып табылады. Нысаналы талаптарға қатысушыларға нысаналы талаптарды есептеу 2024 жылдың 1 ақпанынан кешіктірілмей жүзеге асырылатын болады. Ол ақпаратты біздің азаматтарымыз, яғни балаларымыздың заңды өкілдері электрондық үкімет веб-порталында жеке кабинетінде egov.kz сайты арқылы көре алады, және де бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтынан тексеріп қарап отыруға мүмкіндіктері бар. Бағдарламаға қатысушыларға нысаналы талаптарды есептеу олар 18 жасқа толғанға дейін жыл сайын жүргізілетін болады. Нысаналы талаптар мен нысаналы жинақтарды есепке алу ақш долларында жүзеге асырылады. 18 жасқа толған кезде нысаналы жинақтарды алушы жинақталған соманы тұрғын үй жағдайларын жақсарту немесе білім беру ақысын төлеу үшін пайдалануға құқылы. Нысаналы жинақтарды алушы, нысаналы жинақтарды алушы не оның заңды өкілі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен іс-қимыл туралы шартқа отырылған жасасқан уәкілетті операторларға жүгінуі қажет. Яғни олар нысаналы жинақтардың пайдалану мақсаты, яғни айтып кеткенімдей жаңағыдай тұрғын үй мәселесін жақсарту немесе білім алу үшін деген мақсатын көрсетіле отырып нысаналы жинақтарды уәкілетті операторға өтініш беру арқылы жүзеге асырылады. Өтініш уәкілетті оператордың интернет ресурсы арқылы жүзеге асырылады. Алушының кәмелетке толғаннан кейін 10 жыл ішінде егерде өтініш түспеген жағдайда ол нысаналы жинақтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ерікті зейнетақы жарналар есебінен ашылған шотқа аударылатын болады. Оны алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының азаматтығынан 18 жасқа дейін немесе 18 жастан кейін шыққан болса азаматтықтан, немесе Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған жағдайда адамдар нысаналы жинақтарды пайдалану құқығынан айырылатын болады. Яғни бұл бағдарлама тек қана Қазақстан Республикасының кәмелет жасына толмаған азаматтар үшін арналған. Жеке тұлға қайтыс болған жағдайда нысаналы жинақтар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады. Естеріңізге сала кетейік, ұлттық қор балаларға жобасының негізгі мақсаты бұл жас ұрпақты қолдау, яғни ұлттық жинақты пайдалана отырып, балаларымыз өздерінің үй жағдайларын жақсаруға немесе білім алуға пайдалануға. Яғни қазақстандық балалар нысаналы жинақтарды оқуына, сонымен қатар Қазақстан Республикасында білім алуға немесе шет мемлекеттерінде оқу орындарында білім алуға құқылы. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағында үй алуға мүмкіндік пайда болады. Негізгі айтайын деген ақпарат осы. Абдымұрат Жүнісұлы, мәліметпен таныстырғаныңызға рахмет. Сау болыңыз. Сіздерге рахмет. Сонымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Шымкент қаласы филиалы өкілінің ресми мәліметімен таныс болдыңыздар. Ендігі кезекте Шымкент қаласы тұрғындарының ой пікірін білетін боламыз.
Апай, саламатсыз ба? Бір сұрақ қойсам бола ма? Ұлттық қор балаларға жобасы іске асып жатыр. 1 ақпаннан бастап. Сол жайлы естідіңіз ба? Хабарыңыз жоқ па? Балаларыңызға 18-ге дейін қаражат түсіп отырады. Иә, оны естідім. Жалпы көзқарасыңыз қандай? Жақсы, конечно. Тиімді ма? Тиімді ғой. Қай жағынан? Барлық жағынан тиімді сияқты, оқуға, үй алуға деген сияқты да. Өздерінің болашағына керек болады ғой деген ғой. Жақсы, рахмет үлкен. Енді қуаныштымыз оған. Біріншіден көп балалы аналарға бұл әсіресе жаңағы не ғой, үлкен көмек. Бала 18-ге толамын дегенше қаншама қаражат жиналады мысалға. Жақсы, халыққа не оңтайлы, иә. Жақсы, рахмет. Ұлттық қор балаларға жобасы жайлы естідіңіз ба? Тиімді деп ойлайсыз ба? Телевидениеден естіп жатырмыз, оқып жатырмыз, естіп жатырмыз ғой. Егер де ол аударылатын болса, болашақта балаларымызға көп пайдасы тиеді ғой оны. Ертең ертеңгі заман қандай болады, білмеймін уже. Енді біз өздері жаңағы оқуына, үй алған кезде көп көмек болар еді егер де. Тиімді деп ойлайсыз ба? Иә, тиімді ғой. Неліктен? Енді мәжбүр болса көбісі қолынан келгенше көмектескен дұрыс қой. Тиімді ғой әрине. Қай жағынан? Балалар өзіне жұмсаса, оқуына, үй алуына пайдалы. Интересно, қанша ақша жиналады, соған байланысты. Оқуға, жетіп жатса пәтерге. Зарубежная учеба бару үшін. 18-ге толғаннан кейін негізі мақсатым шетелде оқу. 18-ге толғаннан кейін мен аны оқуға қолданамын.